Жалпы жасанды интеллекттің даму кезеңдерін бірінші тоқтала өтейік. 50-ші мен 80-ші жылдарда бірінші кезең екен, бұл символдық жасанды интеллект. Символдық жасанды интеллект. Яғни бұл жердегі мысалы кезіндегі біздің кішкентай кезіміздегі тетрис ойындары, шахмат ойындары деген сияқты белгілі бір заттар. Бұған мысалы сол кездегі Google Translate, Google переводчикті да қоссақ болады. Яғни адамның белгілі бір жұмысын жеңілдету мақсатында жасанды интеллектті солай алсақ болады. Жалпы қазіргі кездегі тенденция ол адамның миын көшіріп жасау. Жасанды интеллекттің ең басты мақсаттарының бірі адамның миын көшіріп жасау. Екінші кезең ол машиналық оқыту. Машина learning деп аталады. Компьютерлердің өз қатесін өзі түзетіп, өзі жұмыс жасауы, былайша айтқанда. Осы кезеңде жалпы жасанды интеллекттің ең бірінші кезеңдері қалыптаса бастайды осы кезеңде. Үшінші кезеңде deep learning, яғни терең оқыту. Осы кезде нейрондық желілер адам миының алгоритмін алып, сол алгоритмді ары қарай дамыту арқылы нейрондық желілер пайда бола бастаған осы кезден бастап. Яғни қазіргі жасанды интеллекттің ең маңызды бөліктерінің бірі деп айтсақ болады. Келесі генеративті жасанды интеллекттер. Біз мысалы қазір жасанды интеллекттерді айтып жатырмыз, кезінде ойын деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз, олардың барлығы белгілі бір функцияны ғана атқарған. Олардың бәрі белгілі бір функция. Мысалы қазір жасанды интеллекттер ол генеративті деп аталады. Генеративті дейтін себебіміз, мысалы ChatGPT болсын, Gemini болсын, басқалардың барлығы генерация жасайды. Яғни генерация жасау арқылы жүзеге асатын болғандықтан генеративті қазіргі жасанды интеллекттерді айтады екен, жасанды интеллекттер. Мысалға, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 саны экранға жазылады, адамның қолымен жазылған 3 саны. Біз бұрын сандарды, жазуларды барлығын компьютерден, клавиатурадан енгізетін болсақ, енді қазіргі кезде сандарды адамның жазуын тану деген сияқты, графикалық ақпараттарды тану деген сияқты, олардың барлығы да жасанды интеллект болып табылады. Яғни осы жерден сіздер нейрондардың қалай жұмыс жасайтынын көрсеңіздер болады. Мына жерде проценттер арқылы жүзеге асып жатыр, басындағы проценттердің өзгеруін көрсеңіздер болады. Басында 5 деп ойлады, одан соң 2 деп ойлады, одан соң 3-ке барды. Яғни 3 қабат арқылы нейрондық желілер бір-бірінен өтіп, ең соңында белгілі бір жауапқа барады. Яғни нейрондық желілер, біз биологиядан да білеміз, адам миының нейрондық жүйелері, миының нейрондық жүйелері жасанды интеллект арқылы жасалған. Жасанды интеллект соған қарап жасалған. Осылай көре аласыздар. Келесі видеолар. Мысалға, бұл жерде адамның жасанды интеллекті 2 жыл, 3 жыл алдыңғы видеолар, мына бірінші видеода. Яғни екеуіне де бірдей тапсырма берілген, маған леопардты жасап бер деген. Леопардты жасап бер деген. Бірінші видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 құлағы бар, мүйізі бар, бірдеңе сәл жылқыға ұқсайды, сондай бірдеңе шыққан. Ал 2 жылдан кейінгі дәл қазіргі кездегі жасанды интеллекттің жұмысын қараңыздар. Бұл Google-дың Veo 3.1 деген версиясы арқылы жасалған. Google 3.1. Шынайы видеолардан ешқандай айырмашылық жоқ. Келесі, бұл фото арқылы жасалған жасанды интеллект. Фото арқылы. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Алматының фотосы енгізілген, таумен кәдімгі Алматының фотосы. Сол суретке тапсырма берілген Алматының 2050 жылғы көрінісі, яғни ол жерде дрондар ұшып жүру керек деген сияқты, доставка, жаңағындай курьерлік қызметтер атқаратын, және де үлкен экрандар болу керек деген сияқты, сондай тапсырма берілген. Соны жасап берген Грок деген платформа бар, видео жасайтын.
сода жасалған платформа. Ал мына осы жылғы Қазақ Телекомның бәйге 5G деген Қазақ Телекомның тарифі шықты. Соған арналған рекламасы. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қала ішінде жылқылардың шауып бара жатқан видеосы, иә. Бұны жасау үшін адам өз қолымен жасау үшін қаншама еңбек керек еді мысалға. Яғни бұны жасау үшін жасанды интеллект арқылы бір адамның ғана күші жеткілікті, былайша айтқанда. Осы видеоны командалық деңгейде түсіру үшін қаншама қаражат кететін еді. Біріншіден көшені жабу керек деген сияқты сондай қиындықтар болатын еді. Жасанды интеллекттің арқасындағы видеолар. Мына келесі жаздың белгілі бір аймақтың, белгілі бір аймақтың суреті. Соның ә, қысқа дейінгі таймлапс, былайша айтқанда, таймлапс. Яғни осындай деңгейдегі видеоларды да жасауға болады екен. Бұның барлығы ең біріншіден тапсырма, былайша айтқанда тапсырма. Біз қаншалықты деңгейде жасанды интеллектке дұрыс тапсырма береміз, соншалықты деңгейде результатты ала аламыз. Марғұлан Сейсенбай, ол кісі айтады, жасанды интеллект ақымақ адамдарды одан сайын ақымақ қылады дейді. Ал ақылды адамдарды одан сайын ақылдырақ қылады дейді. Және де чат GPT-ге, жаңағы жасанды интеллектке ары қарай көмектеседі дейді. Осы сөзбен келісе отырып, ақымақ адамдарды одан сайын ақымақ қылдырады деген сөзге келейік. Ол не туралы айтып тұр бұл жерде? Мысалға, біз жасанды интеллектті губка деп алайық. Губка. Мысалы, мына губка, оған қаншалықты суды, кез келген затты берсек, ол өз бойына жинап алады. Жасанды интеллектте тура солай. Яғни біз қаншалықты деңгейде оған жақсы ақпараттарды толықтай бере аламыз, соншалықты деңгейде ол бізге жауап бере алады. Ол ешқашан өзінің алған деңгейінен артық ақпаратты бере алмайды бізге. Бізге артық ақпарат бере алмайды. Мысалға, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, чат форумдар, форумдар. Мысалға, біздегі кезінде белгілі бір қателіктер болып қалды, компьютерда белгілі бір ошибка шығарды, бірден Google-ға іздейтінбіз. Осындай чат форумдар шығатын, Соның ішінде сіздің жаңағы проблемаңызбен кездескен адамның сұрағы болуы мүмкін, және де оған жауап берген тағы бір басқа адам болады, оған тағы бір басқа адам жауап береді деген сияқты сондай чат форумдар болатын. Чат форумдар. Қазіргі кезде бұндай чат форумдар өте аз. Себебі барлығын емес, енді жартысын чат GPT, жартысын Google сатып алды. Бұндай сайттардың барлығын Google мен Gemini екеуі бірге, чат GPT екеуі бірге бөлісіп сатып алды. Яғни бұндай сайттар арқылы біз қазіргі кезде жасанды интеллекттен сұраған заттарымызды кезіндегі осындай сұраққа жауап берілген заттар арқылы осы жақтан алады. Яғни губкаға сіңіреді, былайша айтқанда. Ал ақымақ адамдар, жаңағы Марғұлан Сейсенбайдың сөзінде, ақымақ адамдар одан сайын ақымақ қылады, және де жасанды интеллектті ары қарай ақымақ қылады дейді ғой. Яғни біз адам дамымайтын болса, жасанды интеллектте ол да дамымайды. Әрқашанда адам дамып отыру керек. Ғалымдардың жұмысы, басқа барлығы жасанды интеллект арқылы, жасанды интеллект ғалымдардың жұмысы арқылы жүзеге асады адамның көмегімен. Яғни бұл жай ғана құрал, жасанды интеллект. Мысалға Қазақстан мен Қырғыз тілінің жасанды интеллекттегі рөліне келейік. Осыдан бір жыл алдын интернетте жасанды интеллекттен
Қырғызстанда шу болған болатын. Яғни жасанды интеллект қырғызша сұрақ қойса, оған қазақша жауап беретін. Яғни бұл не деген сөз? Бұл Қазақстанның жасанды интеллектісі, яғни ChatGPT-ден біз сұрай бердік, қазақтар әрқашанда жұмыс жасай берді, ал қырғыздар орысша сұрақ қойған, немесе аз адамдар запрос жіберген. Енді түсінікті ғой. Қазақстан мен Қырғызстанның халық санының екеуін салыстырған кезде, иә. Яғни қырғыз ағайындар ChatGPT-дан сұрақ қойған кезде оған қазақша жауап берген. Қазақша жауап берген. Яғни біз қаншалықты білімді береміз жасанды интеллектке, соншалықты біз өзіміздің жұмысымызды ала аламыз. Яғни өз результатымызды. Жасанды интеллекттің түрлері енді. Бірінші генерация түрлеріне келейік. Бұл жерде мәтін жазатын жасанды интеллекттер бар. Иә, біз көбінесе осы бойынша қолданып жүрміз. Келесі суретті жасайтып беретін жасанды интеллекттер бар. Қазір оған барлығына тоқталамыз мысалдармен. Видео жасайтын жасанды интеллекттер, дыбыс жасайтын, озвучка жасайтын жасанды интеллекттер түрлері бар. Енді мына жерде ең алпауыт екі компания бар негізінде жасанды интеллект саласында. Бұл Google және де ChatGPT. Енді Google'дың жасанды интеллекттері бәрімізде Google аккаунт бар ма? Google аккаунт. Бар. Иә, Gmail, сіздерде университеттің корпоративтік аккаунттары да болу керек. Яғни оның ішінде белгілі бір деңгейде осы ChatGPT болсын, Google болсын, солармен тіркелген болса, солармен меморандум жасалған болса, онда сіздерге де осы қызметтерді тегін алуға болады. Немесе тегін үлкен платформаларда өте көп. Мысалы, Google'дың ішіне кіретін болсақ, біз көбінесе білетін, иә, Gmail, Google Диск, Classroom, Document деген, Gmail деген сияқты заттарды көбінесе білеміз енді біз. Google таблица, презентация деген. Яғни бұлар көбінесе жұмыс жасайтын заттар. Енді осыған қатысты тағы да Google Workspace деген бар астында. Workspace, осыған кірсеңіздер, мына жақтан неше түрлі жасанды интеллекттер шығады. Мына жақта төбесінде фильтр бар, яғни судья, дискқа байланысты, Gmailға байланысты, календарға, документ, яғни қайсын таңдайсыздар, сол бойынша сіздерге жасанды интеллект түрлерін шығарып береді. Мысалы, Form Builder. Бұл жерде сіздерге Google Form арқылы сіздерге тесттер құрастырып береді, Google формдар құрастырып береді. Яғни жасанды интеллектке тапсырма бересіз, сізге сондай Google формдар жасап береді. Google календар сіздің календарыңызды жоспарлап отырады. Бұл ағылшынша болуы мүмкін. Ашқан кезде мына жақтан мышканың оң жағын бассаңыздар, мына жақта перевести на русский деген бар. Немесе қазақ тіліне де қойып алсаңыздар да болады, қазақ тілімен жұмыс жасаймыз десеңіздер. Яғни оригинал сайт кірген кезде осылай автоматты түрде ағылшын тілінде тұрады. Ағылшын тілінде. Осылардың барлығын зерттеп, тегін түрде сіз өздеріңіздің жоспарларыңызды құруға, Gmail аккаунттарды басқаруға деген сияқты өздеріңіздің игіліктеріңізге қолдансаңыздар болады осы жердегі жасанды интеллекттер. Енді бұның ішіндегі ең маған ұнағаны Notebook LM деген. Notebook LM. Бұл жерде не істейді? Бұл жерге Google аккаунт арқылы барлық жасанды интеллекттің барлығына Google аккаунт немесе почта, кез келген бір почта керек болады. Бұл жерде телефон номермен де тіркелуге болады, бірақ Google аккаунтпен тіркелу өте оңай. Google аккаунтпен кіресіздер, Notebook LM деп кіресіздер. Одан соң барып, мына жақта сіздерге создать блокнот деген тұрады. Яғни өзіміздің блокнот сияқты әртүрлі заттарды түртіп жүреміз ғой, блокнотымызға. Тура сол сияқты өздеріңізге де жасап алсаңыздар болады. Мысалы, создать блокнот деп басасыздар. Блокнот. Бұның ішінде YouTube сайттарды тіркеуге болады. Иә, мына жерге YouTube ссылкаларды, сілтемелерді. Содан соң загрузить файл.
Мысалға белгілі бір тақырыпты сіз зерттеп жүрген болуыңыз мүмкін. Статья болуы мүмкін, мақала болуы мүмкін, ағылшынша, орысша, қазақша кез келген мақалаларды осы жерге саласыз. Сайт Google сол сайт бойынша, мақала бойынша, сол тақырып бойынша YouTube каналдарды тауып алып осы жерге тіркеп қоюға болады. Google дисктан тіркеп қоюға болады, және де копировать етіп сол сілтемелерді, тексттерді, мәтіндерді соңында тіркеп қоюға болады. Яғни осылай тіркеп аласыздар, тіркеп аласыздар. Одан соң барып, мысалға мен қазір дайын дайын ашып берейін. Мұрат, Міне. кешіріңіз, сіздің лекцияңыз запись жүріп жатыр ма? Иә, иә, иә. Кейін чатқа лақтыра саласыз ғой. Аха, жақсы. Лақтырылды. Мына жақта заттар жаңағы копировать етілген YouTube каналдар міне. Ә, көптеген заттар, файлдар барлығы осы жақта сақталады біріншіден. Одан соң барып сіздің жұмысыңызға обзор жазылып қояды мына жерде. Яғни сіздің қандай затпен айналысып жатқаныңыз, сіздің жаңағы қысқаша осы жерде сіздің зерттеуіңіз туралы жазылып тұрады. Одан соң мына жақта сіз өзіңіз жасап аласыз. Сол бойынша өзіңіздің мақалаңыз бойынша мына жердегі, яғни осы жердегі сілтемелер бойынша сізге видео материалдар жасап береді. Мысалы қазір Let's тыңдап be көрейік. real. We're all dealing with it. This constant, overwhelming flood of information. You've got reports, articles, meeting notes. It just never seems to stop. Деген сияқты. Немесе краткий пересказ. Бір жарым минуттық зат. Бір жарым минуттың ішінде сізге осының барлығын кішкене түсіндіріп береді. Неше түрлі тақырып бойынша оны скачать етіп алсаңыздар да болады ішінен. Так, сосын қайсысы еді? Жаңа аудио не бар еді ішінде. Карталар жасасаңыздар болады осындай өзіңізге. Яғни Марат Сайратұлы, ау, бұл жерде тек қана ағылшын тілінде ма? мысалы міне Қызылорда экономикасы деген мысал бағана ютубтан алдым да жүктей салдым. Оларды міне қазақша жазып берді, бірақ орысша мысалы орысша жасап берді қазір. Здравствуйте. Сегодня у нас для разбора очень необычный материал. Я бы даже сказал, интригующий. Яғни жұмыстардың барлығын қазақша тіркеп, барлығын қазақша жасасаңыздар, болашақта қазақша қосылып қалу керек. Қосылып қалу керек 2-3 айда. Қазіргі кезде орысша бар. Содан соң осы жерден жүктей аласыздар барлығын. Всем привет. Знакомо ощущение, когда смотришь на кучу цифр? Так, қайда кетіп қалыпты? Міне аудиопересказ жасауға болады. Аудиопересказдың ішінде сіз өзіңіздің подкаст ретінде қоссаңыз болады. Подкаст ретінде 2 адам талқылап отырады. Сіз оның арасын сіз қосылып кетіп сұрақ қойсаңыздар да болады. Видеопересказ, ментальная карта, яғни Duolingo сияқты сіздерге карталар жасап береді, отчет жасап береді, ол бойынша карточкалар жасап береді, және де тест жасап береді. Яғни бұны студенттермен жасасаңыздар да өте қолайлы деп ойлаймын. Яғни мен енді бір-біріне келмейтін 2 тақырып қоя салдым. Excel мен Қызылорда әкімі тұрды. Сондықтан бұны 5-ші сабақта толықтай өтетін боламыз негізінде. Ары қарай кеттік. Келесі 3JS деген платформа. Болашақтағы сайттарды осы жерден көрсеңіздер болады негізінде. Болашақ қайда бар жатыр сайттар, веб-разработка деген сияқты. Яғни бұл жерде не жасайды? Бұл жерде сіздердің жұмыстарыңызды, сіздердің сайттарыңызды, кез келген бір мекемеде сайт болады ғой. Оның барлығын 3D модельде жасайды. Яғни 3JS JavaScript арқылы 3D модельдер арқылы жасайды сайттар. Мысал болашақтағы кореялық
жаңағыдай Корея асханасы дейді ғой. Корея асханасының сайты. Яғни кіресіз, сіз мына жерде менюға кіріп заказ берсеңіз болады. Так, мына жер интернет істемей тұр ғой. Міне. Өзіңізге керек заттарды. Жаңағы сыртындағы терминалына кіруге болады деген сияқты. Осылай жұмыс жасауға болады. Яғни бұл жақта неше түрлері бар. Бұл жасанды интеллект арқылы жасалады. Бірақ енді жасанды интеллект арқылы тікелей жасап бермейді. Кәдімгі веб-разработканы, сайтты қалай жасайды, тура солай жасалады негізінде. Бірақ оның барлығын сізге жасанды интеллект жасап береді. Сіз тек қана құрастыру керек. Ол файлдарды папкалардың ішіне салып, содан соң барып, осы жаққа платформаға орналастырсаңыз, сізге осындай бесплатный түрде сіздің сайтыңыз интернетте жарияланып тұрады, былайша айтқанда. Сіздің сайтыңыз жарияланып тұрады. Одан соң келесі жасанды интеллект бұл трейнсер. Трейнсер бұл веб сайттың, веб-приложение браузердің ішінде орналасады. Веб-браузердің ішінде осындай жерлерде орналасады. Бұл, яғни өзіңізге браузерді қайсысы соны таңдап аласыз. Өзіңізге сай келетін браузерде, немесе телефонға, таңдап аласыз. Содан соң барып, не жасай аласыз бұл жерде? Бұл жерде сайттарды перевод жасай аласыз. Сайттарды перевод жасай аласыз. Тура Google Translate сияқты, бірақ өте ерекшеліктері өте көп. Мысалға, YouTube, Netflix-қа өзіңіздің тіліңізде, мысалы, кей кезде қазақ тілі болмауы мүмкін, субтитр астында. Сол субтитрді қосып қойсаңыздар болады. Кез келген видеоға. Келесі суреттерді аударуға болады. Мысалы, бізге ағылшын тіліндегі фотолар, презентациялар келіп қалуы мүмкін, сол презентацияларды біз қалай аударамыз? Осы сайтқа кіріп, мына жақта инструменттер бөлімі бар. Сол жерге файлды тіркеп, файлға кіресіз, кәдімгідей файлды тіркеп, соны қазақша, орысша кез келген тілге аударып бере алады. Кәдімгі сайт белгіленген бөлікті аудару. Бөлік ашық болады ма? Ау? Осылай жасауға болады. Енді келесі Яндекс. Именно Яндекс браузердің өзінде бұл жүзеге асады. Көрініп тұр ма Яндекс браузер? Иә. Яндекс браузерге кіресіздер. Иә. Мысалға, мына видеоға кірейік. Жасанды интеллект бойынша белгілі бір адамның жасап жатқан жұмысы. Зерттеуі. Енді бұл ағылшын тілінде, сізге орыс тілінде немесе қазақ тілінде керек болатын болса, мына жерде перевести деген тұр, осы батырманы басамыз. Машиналық оқыту тағы бір өзекті тақырып. Бұл бір нәрсе ме? Әлде басқа нәрсе ме? Дауыс естіліп тұр ма? Иә. Не болса, бұл айырмашылықтар неде? Яғни қазақ тілінде жасап береді, немесе мына жақтан орыс тілін таңдайсыздар. Deep learning is another one that comes into play. А видео об этих трех аспектах: искусственном интеллекте, машинном обучении и глубинном обучении. И рассказал о том, как они сочетаются. Осылай, сіздер кез келген видеоны, ағылшынша видеоларды қазақ тілінде, ағылшын тілінде көрсетсеңіздер біреуге, немесе өздеріңізге де көрсеңіздер болады. Саламатсыз ба? Менде бір сұрақ бар сізге. Егер де біз өз лекцияларымызды осындай жаңағы сөйлейтін нелерге салып көре аламыз ба, или болмайды ма олай? Дайын лекция тезистерін салатын болсақ, оларды осылай сөйлетуге болады ма? Иә, жасанды интеллект арқылы. Бірақ оның астына субтитр қосу керек. YouTube каналда субтитр қосу керек қазақ тіліне. Ағылшын, орыс тілдерінде ондай проблема жоқ. Бірақ қазақ тіліне субтитр міндетті түрде қосу керек болады. Жақсы, рахмет. Осыларды айтып болды. Енді сіздерге промпт жазу.
дұрыс промпт жазу. Промпт деген сөз жасанды интеллект бойынша егіз ұғым ғой. Промпт деген жасанды интеллекттің егіз ұғымы. Мысалға, белгілі бір адамға тапсырма беретін болсақ, тапсырма беретін болсақ, оның қандай адам екенін біліп тұрып сіз тапсырма бересіз. Мысалы, бір студентке студент ретінде тапсырма бересіз. Ол студент екенін біледі. Ал жасанды интеллект ол өзінің кім екенін білмейді. Сол үшін біз жасанды интеллектке әр чатқа жеке-жеке рөл берсеңіздер болады. Бір чатқа өзіңіздің жеке дәрігеріңіз, бір чатқа өзіңіздің жеке заңгеріңіз, бір чатқа өзіңіздің жеке мобилог группаңыз, бір сайтқа жаңағыдай дизайнеріңіз деген сияқты. Солай жасасаңыздар болады. Яғни әр чат жеке-жеке. Ау? Әр чат жеке-жеке өзіндік рөлі болу керек. Одан соң келесі сізге не керек? Нақтырақ жауабын айту керек сұрағыңызды. Одан соң тақырыбыңыз, аудиторияңыз, сынып жас деген сияқты формат қалай шығару керек оны? Қандай форматта? Суретте керек па? Видеода керек па? Әлде жаңағыдай PowerPoint презентация қандай форматта керек? Соны шығарып бересіз. Тілдер, қазақ, орыс, ағылшын тілі, қай тілдер керек? Үш тілде керек десеңіз, үш тілде керек деп жазыңыз. Стиль ұзын болу керек па, қысқа болу керек па, толығырақ айту керек па, жауапты соған байланысты сізге Ғылыми стиль, публицистикалық стиль солай беріледі ғой. солай жұмыс жасайды. Енді қазір мысалы мына жерде ChatGPT-дің өзіне сұраған болатын дұрыс промпт жазуды. Мысалы, рөлді көрсет. Сен тәжірибелі мұғалімсің, сен дизайнерсің деген сияқты солай сұрау керек. Мысалы, сіз дәрігерден кеңес алу керек болатын болса, жасанды интеллекттен сен Қазақстандағы ең мықты дәрігерсің, ең мықты хирургсың деген сияқты бастау керек әңгімені. Одан соң барып не істеу керек? Жазу, түсіндіру, сурет салу деген сияқты сөйлемдермен аяқталу керек, сөзбен. Яғни етістікпен аяқталу керек сіздің сұрап жатқаныңыз, ол нені білу үшін. Сондан соң қай пән, қандай жаңағыдай не үшін қажет, не үшін сұрап жатсыз, не үшін қандай ауру деген сияқты осы жерде жазсаңыздар болады. Мысалы, мына жақта мысалдар келтірілген. Сен химия пәнінің мұғалімісің, 8-ші сыныпқа арналған осындай тақырыпта комикстер жазып бер, оқушыға түсінікті қысқа диалог болсын, тілі қазақша деген сияқты осылай жұмыс жасай аласыздар. Қазір сіздер осындай белгілі бір өзіңіздің пәніңіз бойынша жасанды интеллектпен практикалық тапсырма орындап көрейікші. Ноутбукпен отырсыздар ма? Соткамен отырып соң. Иә. Мен моноблокта отырмын. Телефонмен отырмын. Телефонмен отырмын. Бізде телефонмен отырмын. Сол бәрі. Ноутбукпен немесе телефонмен де жасап көріңіздер. Мен экранға шығарып қояйын. Бірінші осылай рөлді жазу керек. Маған нақты тапсырма мынандай, тақырып мынандай, аудитория мынандай, формат мынандай деген сияқты. Жасап, жауабын жіберейік. Чатқа жіберсеңіздер болады. Немесе демонстрация экран жасап, өздеріңізде көрсетсеңіздер болады. 5 минут. Оны неде жасаймыз? ChatGPT болсын, Google Gemini болсын. Оларды көрсетейін ба? Бірден қазір Көрсетсеңізші бірінші. Көрсеттік, одан соң барып кірсеге. Google Gemini. Сіздердің университеттеріңіздің аккаунттары арқылы Google Gemini'ға кірсеңіздер, сізге бесплатный версиялар болуы мүмкін. Яғни сурет жасауға, код жазуға, видео жасауға деген сияқты. Яғни қарапайым аккаунтпен кірсеңіздер, бұл заттар лимитпен ғана болады. Күніге 10 сұрақ деген сияқты ChatGPT-дің өзіндегі солай ғой. Мысалға,
мысалға чат Gemini'ға кірген кезде бірінші новый чат, мына жерде новый чат тұрады, сізге сұрайды не жасаймыз, не істейміз деген сияқты. Мына жерде инструменттер бар: обучение, deep research, создание изображения, canvas деген сияқты. Изображение сурет жасап береді сізге. Мысалға менде заказ болды кеше, Ахметұлы Қонаевпен бірге түскен осындай сурет жасап бер деген. Иә, яғни суретті бірінші адамның суреті және екінші адамның суреттерін жібереміз, және де оған жазамыз, промпт жазамыз. Оған осындай бірінші суреттегі адам деген сияқты 8К 8К форматта осылай кабинетте түскен фото жасап бер, селфи фото. Осындай сурет жасап берді. Одан соң Нұрсұлтан Назарбаевпен деген сияқты қазір хит болып жатыр ғой осы интернетте. Соған байланысты жасап берген болатынмын. Бұл жерде енді орысша жазылған промпт деген осы міне. Мына жазатын затымыз жаңағы промпт. Мысалы міне сен рөлі беру керек, нақты не керек осылай деген сияқты. Осылай жасап берілген. Одан соң мына жақта Canvas деген тұрды жаңа, үшіншісі. Төртіншісі Canvas. Яғни Canva арқылы Google мен Gemini екеуі бірге жұмыс жасайды. Google мен Canva. Яғни осы Canva'ны қосып, мына жерге презентацияңызды сипаттап бересіз. Мысалы мен бағана таңертең жасадым. Excel бойынша 9 сынып оқушыларына арналған презентация жасап бер. Сәлеметсіз бе, осындай уже қате жіберді. Маған презентация емес, Word файл жасап берді. Word файл. Осындай. Маған презентация керек дедім. Екінші рет уже қате жасалды. Мына жерде мен осы жерден қате кеттім. Көрдіңіздер ма? Яғни мен толыққанды өзімнің не керек екенін жазылмады бұл жерде. Толыққанды. Сондықтан екінші кезден бастап, маған презентация керек деген кезден бастап уже презентация жасай бастады. Мынадай презентация, міне. Мына ашайыншы былай. Microsoft Excel, оның анықтамасы, қолдануы. Мына жерге өзіңіз сурет қойып аласыз. Canva арқылы, PowerPoint арқылы. Әне осындай презентация жасап береді. Жасанды интеллект арқылы Google Canva'да жасап алуға болады екен. Одан соң барып, әр чатқа жаңағыдай әр чатқа жеке бір чат ретінде қарау керек. Яғни, мысалға, сіз өзіңіздің жеке дәрігеріңіз дедім, жаңағы. Сіз мына жерге загрузить файл арқылы сіз өзіңіздің бұрынғы анализдеріңізді тапсырып жасап салып қойсаңыз болады. Сіздің қан тобыңыз, сіздің жаңағындай ерекшеліктеріңіз, мынандай аурумен бұрын ауырған, мынандай ауруға икем бірдеңе деген сияқты жаңағындай анализдеріңізді бәрін осы жерге тіркеп қойсаңыздар болады. Содан соң әрқашанда осы жерден сұрап отырасыз. Менде осындай, бүгін менің температурам, қан қысымым көтерілді. Не үшін олай болды, не үшін бұлай болды? Мен бүгін кеше осындай тамақты жеген едім, қантым көтеріліп кетті деген сияқты. Сондай өзіңізге жасап отырсаңыз болады. Немесе фитнес тренер жасасаңыз болады. Фитнес тренер. Осы жерге тіркеп, жаңағыдай өзіңіздің салмағыңызды, басқасын барлығын тіркеп қоясыз. Содан соң сіздің күнделікті жейтін тамағыңызды, сіздің немен айналысып жатсыз, қанша қадам жүрдіңіз, барлығын осы жерден тіркеп жұмыс жасай беруге болады. Сосын мына жақта Gemini'дің версиялары бар. Барлық жасанды интеллекттердің барлығына версиялар бар. Бірінші ChatGPT шықты, одан екінші қытайлық DeepSeek шықты. DeepSeek'ті естіген боларсыздар. DeepSeek шықты, одан сразу бірден ChatGPT басқа версиясын шығарды. Одан тағы басқа версиясы. Жақында Gemini осы версияларын шығарды. Бұл уақытқа дейін соңғы 3 айда осындай деңгейге жетті. Бұдан алдын Gemini бұндай жақсы деңгейде емес еді.
ондай жақсы деңгейде емес еді. Яғни жаңағы заттардың барлығы, иә, жаңа көрсеттім ғой, солардың барлығын, искусственный интеллекттердің барлығын бірге шығарды. Гуглдың жаңағындай рыноктағы бағасы өсті деген сияқты, солай жүзеге асты. Келесі ChatGPT. Біз жақсы білетін ChatGPT, ол изображение, яғни сурет салуды осы 2 күн, 3 күн алдын қосты. Изображение. Яғни осы жаққа кіресіздер, сіздің өзіңіздің қалайтын суретіңіз қандай? Мысалы, осындай тақырыпта шақырту деген сияқты, өзіңіздің туған күніңізге, өзіңіздің ашық сабағыңызға, жаңағыдай үлкен іс-шаралардың барлығына шақырту, тойға шақырту, кез келген заттарды. Мына жерге суреттерді тіркеп қойсаңыз болады. Тура жаңағыдай суреттерді тіркейсіздер, содан соң барып промпт жазасыздар. Немесе промптты ChatGPT-дің өзіне жаздырсаңыз болады. Мен осындай затты қалаймын, шақырту осындай күні, осындай деп айтсаңыздар, осыған промпт жасап бер десеңіздер, сізге промпт жасап береді. Сол промптты осы жерге алып келіп қоясыздар, мына жерге суреттеріңізді тіркейсіздер, сосын генерацияға жібереміз, сізге суреттеріңізді жасап береді. Мысалға, менде YouTube каналы бар, сол YouTube каналға жасап берген мұқабасы, яғни видеоның мұқабасы. Мысалы, мен айттым, YouTube каналға арналған обложкаға видео жасап бер, жасанды интеллект промпт дұрыс жазу туралы дедім, бірақ маған орысша жасап берді. Одан соң барып, мен маған қазақша видеоға жасап бер деп едім, дұрыс емес, көрдіңіздер ма? Иә. Қате жасап берді. Одан соң барып, мәтінде жасанды интеллект бойынша дұрыс промпт жазуды үйрен деп тұрсын дедім. Міне, жасанды интеллект бойынша дұрыс промпт жазуды үйрен деген сияқты өзі дұрыс жасап берді. Яғни қаншалықты деңгейде сіз генерацияны дұрыс жасай бересіз, бағана губка деген зат қой, сіз қаншалықты оған ақпаратты бере бересіз, соншалықты деңгейде ол сізге дұрыс жауап беруге тырысады. Одан соң екінші, осындай кейіпкерлер, міне фотолар жүктедім. Осы менің YouTube каналы осындай деген, соған сериал ретінде мультфильм форматындағы жобам. Осыған YouTube каналға қаралым көп жасайтын 3-ші сериясына арналған обложка жасап бердім. Осындай обложка жасап берген болатын. Марат Қайратұлы, кешіріңіз. Атын не дедіңіз, осы сайттың ненің? ChatGPT. Gemini ме? Gemini деп отырмыз ба әлі? ChatGPT, жоқ, ChatGPT. ChatGPT. Мынау Google Gemini жаңағы суреттерді жасаған, Тоқаевпен, Назарбаевпен деген сияқты. Екіншісі ChatGPT-дің өзі. Яғни бұл жақта промпттарды дұрыс жазу арқылы осылай суреттерді жасауға болады екен. Енді персонализация деген бар мына жақта. Google-дің, ChatGPT-дің өзіңіздің аты жөніңіз шығып тұрады, мына жерге тіркелген. Соған кіресіздер, сосын мына жақта настройки бөлімі бар. Настройки бөліміне кіріп, мына жақта персонализация бөліміне сіз өзіңіз туралы толық ақпараттар жасаңыз болады. Яғни, мысалы, мен жазам, мен осындай, жасым осындай, мен осындай заттармен қызығам, осындай заттармен айналысамын, яғни чатқа сіз толық ақпараттарды жазып отырудың қажеті жоқ болады бұл кезде. Яғни сіз бір затты сұрайсыз, соған байланысты сразу сізге заттарды шығарып береді. Мысалы, ChatGPT-ді бұрыннан қолданып жүрген болсаңыздар, айтсаңыз болады, маған осы уақытқа дейінгі менің қызығушылықтарым бойынша осы сенің ChatGPT-дағы персонализация бөлімін толтыруға промпт жазып бер десеңіздер болады. Яғни ол сіздерге мына жердегі настройки бөліміндегі мына жерге не жазу керек, барлығын сізге шығарып береді. Немесе өзіңіз қолдан толтырып жұмыс жасасаңыздар болады. Яғни кішкене жеңілдетеді деген ғой. Жауапқа жетуді жеңілдетеді. Келесі жасанды интеллект Grok деген. Бұнан Gemini деп іздейсіздер. Неге? Googleға Gemini деп іздесеңіздер, осы шығады, соған кіріп жұмыс жасай бересіздер. Келесі, жаңағы екінші көрсеткенім, ол ChatGPT деп жазасыздар.
кіресіздер, жұмыс жасай бересіздер. Барлығына Google аккаунтпен тіркеле беріңіздер. Google аккаунтты 10-15-ін ашып шықсаңыздар, қазіргі кезде бір телефонмен аша беруге болады 2-3 аккаунт бір телефон номермен. Яғни бұл не үшін керек? Бұл мысалы мен қазір 2, 3, 4, 5 сұрау жіберем, бірден лимит қойылып тастайды маған. Лимит бітті сізде бүгінге деген сияқты. Сіз қаншалықты көп аккаунтыңыз болса, соншалықты деңгейде сіз жұмыс жасай бересіз деген сөз. Немесе платный версиясын алып $10-ға 9 доллар 99 цент. Соны алып жұмыс жасай берсеңіздер болады. Немесе жаңағындай тегін версиясы бірнеше аккаунттарды ашып жұмыс жасай берсін. Келесі үшіншісі Grok. Grok деген Илон Масктың жақында айналымға жіберген жасанды интеллектісі. Grok көбінесе бұл видео жасауға арналған платформа, видео жасауға. Осы үшінші сабақта видео жасауға арналған сабақтар өтеміз. Сол кезде сіздерге осымен толықтай таныстыратын боламын. Негізінде бұл ChatGPT сияқты жасанды интеллект негізінде. Яғни сіздерге мына чат деген жаңағы Gemini'дегі сияқты. Чат ашылады, Grok мына жерде тереңірек зерттеу, сурет создать ету, новостилар, немесе өзіңіз мысалы ағылшын тілін үйреніп жүрсеңіз, осы жерден голосовой режим арқылы өзіңіз сөйлесіп тіліңізді дамытсаңыз болады. Яғни сіз айтасыз оған, маған осындай деңгейдемін, мен қазір beginner, elementary деңгейіндемін, маған сол бойынша сөйлес десеңіздер, сізбен сөйлесіп солай жұмыс жасауға болады. Немесе жаңағыдай белгілі бір тақырыптар бойынша тереңірек оны зерттеуге арналған бөлім бар. Мысалы, мынаны басасыздар, одан соң барып мына жерге сұрау промпт жазып, одан соң барып жұмыс жасай береді. Мына жерде де тура солай жаңағы Grok'тың версиялары алдыңғы түрдегі сияқты. Сосын тағы не айтамыз бұл жерде? Сосын жасанды интеллект бойынша тарихы туралы презентация мәліметтер жасап бер деген едім. Маған презентация ретінде жасап берді. Яғни сізге мынандай кіріспе, оған осындай ағылшын тілінде жасап береді. Жаңағы трансор бар, Google Translate бар. Мынаны скачать етіп алып, сол жаққа қойып, қазақшаға, орысшаға, кез келген тілге аударып, ары қарай жұмыс жасай беруге болады. Осы арқылы. Мысалы, немесе келесі суреттерді осылай сізге жасап беріп отырады. Осының барлығын келесі сабақта Canva арқылы бұны аударуды үйретемін. Немесе Google Translate арқылы өзіңіздің, мысалы, Google Translate'ға кіресіздер, мына Google переводчиға. Мына жерде суреттерді аудару бөлімі бар, изображение, документтер бөлімі бар. Документтерді тілін таңдайсыз, ағылшын тілі немесе тілді өзі анықтау деген сияқты, соны қай тілге аудару керек, соны таңдап аласыз да, мына жерден файлды жүктеп, соны ары қарай аударып беруге болады. Немесе сайттардың адресін жазасыз, соны сізге аударып береді. Осылай жұмыс жасай беруге болады. Grok арқылы презентация жасап. Олай болатын болса, мен қазір мынаны осын жасап көрейік бірге, ондай сіздермен бірге. Осылай болатын болса. Бәріңізде аккаунт бар деп ойлаймын. Мен промптты жіберейін чатқа. Бірінші, екінші фотоларды жүктейсіздер. Бірінші фотоға өзіңіздің фотоңызды, екінші фотоға танымал бір адамды. Танымал бір адамды. Кез келген. Соны жасап, чатқа жіберіңіздер. Яғни мынандай фотоны жүктейсіздер, мына жақта плюсикті басып, загрузить файл деп, өзіңіздің селфи жасап тұрған кез келген бір фотоңызды жүктейсіздер, жалғыз өзіңіз тұрған. Содан соң интернеттен, мысалы мына жерде Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев,
сол кісінің фотосын жүктеп аласыздар да, тоже бұл жерге, осы жерге қоясыздар. Содан соң барып, мен чатқа жіберген промптты алып осы жерге қоямыз. Сосын мына жерде ең маңызды бөлік, мына жерде изображение деген шығып тұру керек. Ол шықпаса сізге сурет жасамайды. Сурет жасайтын бөлім мына жақта параметрлер бөлімінен создание изображение қосып қою керек, міндетті түрде. Ал презентация жасайтын болсаңыздар, канвасты қосып қою керек. Осылай жасасаңыздар болады. Ноутбукпен отырсаңыздар дұрыс сұрақ болатын еді негізінде. Келесі сабақтарда да. Жасап жатсыздар ма? Тезірек жасап жіберсеңіздер, сонымен бүгінгі сабақты аяқтайық. Сұрақтар бар ма сіздерде? Сұрақ жоқ. Жасауға тырысып жатырмыз, бірақ енді бірден. Ал кеш шығарып, Мұрат мырза, мына жерде Gemini дегенді Google'дан, телефоннан қалай шығарушы еді? Әшейінде шығатын, что-то шығарамай тұрмын. Google-ға Gemini деп жазасың. поискқа Gemini деп жазып, іздеп, солай Өзі менде автоматтан шығушы, менде Android қой. Қай жерін бір басып қалатыным бар еді, соны байқамаппын ғой осы уақытқа дейін. Содан тез істеп. Солай жасасаңыздар болады. Яғни әр чатта жеке-жеке жұмыс жасайсыздар. Әр чатпен жеке-жеке. Енді былай Қайрат, мынау сұрақта бір, мен Зиба апайым Құламанова, филолог. Мен мен жұмыс жасап жүрмін, өткенде гамма дедім, сонымен біраз слайдтар жасаған. Гамма. Аккаунтым, иә, как раз баяндамаға керек болды да, бірақ ол жерде көп дүниелердің барлығын, жаңа өзіңіз айтқандай, не ағылшынша, не жаңағы орысша береді, сосын маған Қазақстанның табиғаты керек болды. Сол кезде де жаңағы жайлау, біздің қазақтың таудың бөктері деген, ол кездерде жаңағы церковтар, одан кейін жан-жануарлар керек еді маған зонимдер бойынша. Онда уже басқа жан-жануарлар шығып кетіп отырды да, сол кезде мен айтып отырмын, маған бұл қажет емес, басқа мынаны алып тастаңыз деген кездерінде жасап отырды. Осы мәселе ғой, сонда? Гамма әлі де даму керек, қазақ тіліне жетпей жатыр гамма. Ол жетпей жатыр екен. Мен сол гаммамен кірдім да, гаммамен кіріп едім, солай болды. Мен бастадым. Бірақ сурет қоюды білмейді екен онша. Сонда бір-ақ рет сол немен үйрендім, слайд жасауды. Бірақ ол слайд менің көңілімнен шыққан жоқ, шынын айтайын. Гамма өте нашар, Менің көңілімнен шыққан жоқ, сосын мен оны қайтадан өзім кәдімгі қолмен қойып жасауға, бірақ кейбір элементтерін пайдаландым. Айтады. Айдалаға қуып кетеді. Гаммада жасалғаны туралы, оның белгілі бір шетінде, бұрышында гамманың белгісі тұрады. Белгісі тұрады, оны алып тастай да алмайсыз. Мен оның үстіне сурет қойып қойдым. Сосын қиып тастадым, алдында фотоға түсірдім де, қайтадан кәдімгі өзім білетін, сол бойынша мен қиып тастап, сол жерін бәрін. Басқа суреттер, немен жасауға болады ғой, мысалы. Солай қылып істедім. Жақсы, рахмет. Біз енді Назарбаев Тоқаевпен түскен сурет қоямыз ба мен? Кез келген. енді. Қайрат Рысқұлбековті қойыңыздар, кешегі желтоқсан оқиғасына байланысты мысалы. Жақсы, Қонаев, Назарбаев жақсы, олар неге тұлғалар ғой. Келесі сабақта көрсетсек болады ма? Жақсы, рахмет. Қазір жасап та чатқа жіберсеңіздер болады. Мен сұрақ қойып, бағанағы промпт бойынша сұрауларды қойып, тақырып, маған не керек, соның бәрін айтып жауап беріп жатыр негізі. Көп нелерді аламыз енді. Мына сабақты видеоға түсіріп жатсыздар ма? Видеоға түсіріп жатсыздар ма мына сабақты? Запись жасалып жатыр, қазір чатқа жіберіледі. Мен кешігіп қосылдым да, бірақ жартылай түсіндім енді в целом. Чуть попозже жіберсек бола ма, ертеңге дейін как-то? Әрине. Жақсы, рахмет. Ертең ғой? Сабақ ертең ары күн, 19. Қаншада? Сол 7-де ғой? 7-де, Шыға берсек бола ма? Қайырлы кеш, әріптестер, бір-екі ауыз сөз айтайын,
Айтыңыз. Қазіргі біздің курсымыз цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын жоғары оқу орны оқытушыларының сабағында және ғылыми қызметінде қолдану тақырыбындағы біліктілік арттыру курсы 80 сағаттан тұрады. Жалпы курс 2 апта уақытқа созылады. 30-на дейін, 17 мен 30 аралығында. Бірінші күні бүгін бізде алғашқы сабағымыз практикалық сабақ болды. Zoom-ға қосылып отырмыз, ал ертеңгі сабағымыз бізде теориялық сабақ болады. Мен сіздердің әрқайсыңызға жекелеріңізге біздің сайттағы видео сабақтардың сілтемесін жіберемін, және де кіретін логин парольдарыңызды жіберемін. Қазір мен сіздерге экраннан сайтқа қалай кіру керектігін, курстың қай жерде тұратындығын бір көрсетіп жіберейін, иә? Жақсы, рахмет. Ең алдымен Google немесе Яндекс іздеу жүйелеріне кіріп, ұстаз тілегі деп ағылшын немесе қазақ